Бәріне сәлем. Бұл видеода біз көрпе тысына неше метр мата қажет екендігін дұрыс есептеуді үйренетін боламыз. Ең бірінші біз үйдегі матрас көлемін өлшеп аламыз. Ол мысалы менде 160-та 200 сантиметр. Матрас көлемін жазып қоямыз. 160-та 200. Енді матрасқа бізге жан жағына 30 сантиметр тігіске қосымша беру керек болады. Енді матаны есептейміз. 30 қосылған 160 қосылған 30 бізде 220. 30 қосылған 200 қосылған 30 260. Енді көрпе тұсын есептейік. 160-та 200 болатын көрпеге біз ұзындығын 2 еселейміз. 200. Ұзындығына тігіске 10 сантиметр береміз. 10. Ал еніне тігіске 5 сантиметр береміз. Көрпе жазып қойып. 160-та 200 сантиметр. Енді мата шығынын есептейік. 160 қосылған 5, 165. 200 қосылған 200 қосылған 10, 410. Енді жастықты есептейік. Мендегі үйдегі жастықтың көлемі 50-де 70. Жазып қоямыз. 50-де 70. Мата шығынын есептейік. Жастықтың ұзындығын 2 еселейміз. 70. Жастықтың тысынан жастық шығып тұрмас үшін 30 сантиметр қайыруға береміз. 30. Және мына ұзындығына 5 сантиметр тігіске береміз. Еніне де 5 сантиметр тігіске береміз. Енді есептейік. 50 қосылған 5, 55, 70 қосылған 70, 140, және 30 қосылған 5, 35, 175. Енді бізге мата шығынын есептеу үшін мына матрас пен көрпе тысының мына ұзын бөліктері қажет болады. 260 қосылған 410 сантиметр. 670 немесе 6,7 метр болады. Ал мына жастықтың екі бөлігін біз мына көрпе тысының қалдығынан тігіп аламыз. Кейбір маталар үтіктеген кезде, жуған кезде кішкене отырады. Сол себепті де бір 6,7 метр емес, 7 метр мата алсаңыз, сізге дәл жетеді. Үйдегі матрас көлемін есептеп, сіз де тура өзіңізге қажетті мата шығынын есептей аласыз. Міндетті түрде тігіп көріңіз. Видео қысқа әрі түсінікті болды деген үміттемін. Ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Гүлхан.